Адам исламды жамандап жек көрудің қажеті жоқ. Мұсылман болғысы келмесе, есік ашық. Керек жоқ ол жаңа. Исламды жамандап, оның пайғамбарын жамандап, бізді жамандап, жалқаусыңдар, оқымайсыңдар. Керек жоқ. Не істе? Мұсылман емеспін деді, шығып кет, болды. Одан кейін қалай өмір сүресің, кім боласың? Сені ешкім саған тосқауыл қоймай. Кем болы қазіргі заманда. Дұрыс па? Денеңе ою сабаласың ба? Басыңа бас шалғап аласың ба? Өзің білесің. Жоқ, уже еркек болып жалықтым, әйел болғым келексің, еркің бар ғой қазір, Алла сақ. Біраз уақытта әйел болдым, мен еркек болғым келіп жүр деймін. Пожалуйста. Бірақ енді мына кісінің өзі сені оқып жатқан намазында нең бар сенің деп жатыр ғой Алла тағала. Жүре берсін. Көрдіңіз бе? Сол нәрсе ол. Алла субхана тағала ерік адамға берген. Қалаған адам иман келтірсін, қалаған адам кәпір болсын. Сондықтан біз ешкімді зорламаймыз. Ла икраха фид-дин. Дінде зорлық жоқ. Бірақ сен ол біреудің сенімін жамандамай-ақ қой. Оқи берсін, саған кедергісі келіп жатыр ма? Біреуге біз мешайт етіп жатырмыз ба? Келдік намазымызды оқимыз, қазір қайтамыз. Жоқ, ұнамай ма? Есік ашық, сен ешкім қуып әкеліп қамаған жоқпыз ғой ешкімді, дұрыс. Біреу қуып келмесін. Біреу күштеп әкелді, өзіміз келдік қой. Мені де біреу мәжбүрлеп әкелген жоқ. Келдім, қайттым келе ме? Қазір қайтып кетемін. Ешкіммен бұл жерде ештеңе істеп тұрған жоқпын. Итак еш нәрсе беріп жатқан жоқ. Ау. Алла берсін. Ана айтады ғой, Алладан сұрағанның бүйірі шығады, адамнан сұрағанның көзі шығады деп. Уже көзім шығуға айналды. Алла жар болсын иншалла.